Рекламада шығарып жатқан спорт тағамдарын көріп отырмын. Соның жартысы біздің ресми дистрибьюторлар жоқ ол спорт тағамдарының. Ол дегеніміз? Контрабандамен келгендер. Камиша ханым, егер контрабанда екені дәлелденсе, бұл заңсыз ба? Заңсыз әрине. Бұл жерде сотқа беруге бола ма арыз жазып? Әрине, бұл жерде қылмыстық белгілер де бар. Яғни Қазақстан Республикасының жаңағы қылмыстық кодексінің 214-ші бабы. Барып келе берсінші. Құрметті редакторлар, Мейрамбекті күтіп алыңыздар. Сіз бара ғой, папасы? Бара сал қасына. Сізден артық ешкім балаңыз ұстай алмайды. Қылмыстық іс қозғап, контрафакты дәрілерді жаңағы өткізген үшін, оған ешқандай құжатнамаларды алмаған үшін іс қозғау арқылы әрі қарай медициналық сот сараптамасын өткізу керек бұғын. Бұның қаншалықты жаңағы несі бар, құрамында жаңа дәрілік несі бар, құрамы бар, немесе жаңағы қандай зияны бар, оның барлығы тексерілу керек нақты. Негізі мен білмеймін, сіздің санитарлық эпидемиологиялық жаңағы ол дабыл қағу арқылы фармацевтикалық тексеруге жібере алады. Сізде сондай құқықтар бар негізі. Қазір бізден сұрап отырғаны осы менімше ата-ананың қол жеткізе алмай отырған тәуелсіз сараптама жасату. Соны жасай алмай отырғандығы. Сол себепті оны сіздер арқылы жасауға қанды мүмкіндік бар деп есептеймін. Біз сізбен әлгі кісілерді жауапкершілікке тарту арқылы, әкімшілік жауапкершілікке тарту арқылы ары қарай фармацевтикалық тұрғыда тексеруге беруге болады. Себебі сіздер дабыл қағуыңыз керексіздер. Бұндай дәрі деген күннен күнге көбейіп бара жатыр. Мен түсінемін, жаңағы акт проверка дегенде ол прокуратуралық, ол қазіргі таңда қиын емес. Қиын емес. Себебі бұл заңсыз өнімдер болып тұр. Осы кісінің магазиніне қатысты құқық бұзушылықтар бар. Бар. Оған енді ата-ана арыз шағым түсіре алады. Ата-ана как раз міне санитарлық эпидемиологиялық жаңа неге арыз жазады. Осы тауарды тексеруіңіз сұраймын. Бұл Қазақстан Республикасының аумағына қалай келді және қандай жолмен келді. Сосын бұның маркировкалары сәйкес пе, сәйкес емес пе деген нәрсені сіздерге жазалады. Дұрыс па? Сосын сіздер прокуратура арқылы жаңағы акт проверкаге рұқсатнама алып енді бұл кісінің дәрігерде жатқан нелер бар ғой, қағаздары, белгісіз затпен улану деп, осыны белгісіз зат ретінде оған қосып дәлелді не ретінде бере аласыздар. Мейрамбекке қандай да бір орталықтан көмек керек пе? Әрине керек. Алматы қаласында ары қарай ем-дом алу керек қой бала? Өздеріңіздің ойларыңыз, мақсаттарыңыз. Әлі басы орнына түскен жоқ. Өз қалпына келсе екен деген арманымыз бар енді. Жақсы. Не істей аламыз, құрметті психотерапевт мамандар? Стационарлық ем керек қой енді бұл жерде. Егер ата-ана қаласа, стационарлық ем керек. Оны амбулаторный жасауға болмайды өйткені. Жақсы, енді студиямызға белгілі кәсіпкер мырза келіп отыр. Егер Мейрамбекке қандай да бір қомақты қаржылай керек болса көмек, көмегімді қол ұшымды созамын дейді. Мамандар да міне орталықтармен бөлісе жатар. Келісті қой. Ал егер заң аясында Камиша ханым көмекті өзіңіз жол сілтесеңіз. Әрине мен дастан мен еңліктің үстінен арыз жазғым келеді. Қымбатты Жанылхан ханым, Мейрамбектің денсаулығының оңалып кетуіне көреміз және белгілі мамандар ат салысатын болады. Заңи көмекті Камиша ханым ұсынады. Және Бекжан мырза, қазір эфирден соң Мейрамбекпен өзіңіз бір етіне жақын сөйлесіңіз. Диагностика жасап көремін. Жақсы. Гаухар ханым, келгеніңізге рахмет. Біз дабыл қақтық. Бұл өнімді медициналық тексеріске, сараптамаға жіберу сіздердің құзырлықтарыңызда. Заң жүзінде ақпаратпен біз қолдаймыз. Келістік қой? Келістік. Жарнамасы жер жарған тауарды тексеру, құрамымен танысу, құғыныз. Қала берді саулығыңызды сақтау үшін парызыңыз. Ал мінсіз мүсінге қол жеткізудің алғы шарты мықты ерік жігер екенін естен шығармағайсыз. Бүгінге осы сіздермен болған мен Руслан Өтепбай, денсаулықтарыңызға өте абай болыңыздар. Бағдарламадан кейін Бекжан молда 18 жастағы жігіт шалдыққан кесел жынның кесірінен болуы мүмкін бе деген болжаммен Мейрамбекке диагностика жасады. Кішкене жат, Мейрамбек сабыр ет, жат, сабыр ет.
сен тек емдеу үшін ол құран саған шипа болып түсін сен спокойно жат, сен жазылып кетесің ғой, жазылып кеткің келеді ғой, сабыр ет кішкене, түсін ба? Экзорцист маманның айтуынша, ішінде жыны бар жанға мына өмірде қызық болмайды. Сол құлаққа сыбырлап, адамды өз-өзіне қол жұмсауға итермелейді екен. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Мына тамырлар ғой. Бірдеңе жыбырламай ма жүгіріп? Жыбырлап. Мейін жеймей ма? Спокойно жат. Жыбырламай ма бірдеңе? Ойыңа келмей ма, асылып қалу, өліп қалу? Жоқ, ондай жоқ, Құдай сен сақтасын. жаңа болды, сен слабаксың. Астағфиралла, ондай емес. Нормально ғой. Молда Мейрамбекке 1 сағаттық диагностика жүргізді. Қорытындысын тілшілерге тәптіштеп түсіндіріп берді. Мейрамбек бауырымызда жалпы шариғаттың жолымен диагностика жасалды. Диагностика жасалғаннан кейінгі нәтижесі, диагнозы ешқандай параллельный әлемнен оны ештеңе мазалап жүрген жоқ. Бәрі дұрыс. Оны енді диагностика жасау арқылы мынандай қорытындыға келдік. Бұл жерде психологиялық тұрғыдан проблема бар. Бұл бала өзі эфирде де көрдік. Қатты оқуға түскісі келген, бір нәрсеге жеткісі келген, соған ұмтылған, соған бұл жерде адам бір нәрсені қатты қалап, сол нәрсе болмай қалса да, өзі білесіз депрессияға түседі. Сол бар. Екінші жаңа ішіп отырған дәрілерінің құрамы әлі белгісіз нәрсе. Оның ішінде жаңа наркотический препараттар да болуы мүмкін, адамның психикасына, санасына әсер ету, ол да болуы мүмкін. Сол үшін бұл жерде параллельный әлемнің әсері бар деп айта алмаймыз. Экзорцистің мәлімдемесінен кейін Мейрамбекті республикалық психикалық денсаулық ғылыми практикалық орталығының психиатр мамандарына апардық. Ондағы дәрігерлер Мейрамбекпен сөйлесіп, жағдайымен танысқаннан кейін жігіттің халі мүшкіл екенін алға тартып, жедел ем-дом шараларын қабылдау керектігін айтты.